Қайырлы күн достар, бүгін біз Жайылма ауылындамыз. Сіздердің алдарыңызда жастар лайв жобасы. Бүгінгі Жайылма ауылының жастары қандай деңгейде? 2019 жастар жылында олар қандай дайындықта? Жастардың тіршілігімен танысуға бірге кеттік. Дәл қазіргі мысалы сіздердің есептеріңіз бойынша Жайылма ауылдық округінде қанша жас бар? Қазіргі таңда біздің ауылда 14 пен 29 жас аралығындағы 430 жас бар. Олар жалпы тұрғындардың 28%-ын құрайды. Жалпы қазіргі таңда сіздердің жастарыңыз не нәрсеге қызығады? Жалпы біздің ауылдағы жастардың көбісі қазіргі таңда осы маусымдық бақша дақылдарын егумен айналысады негізі. Бос уақыттарында спортпенен айналысады, сосын клубтың жанынан арнайы жастар арасында ұйымдастырылған би, ән, драма үйірмелері бар. Соларға жастар келіп бос уақыттарында қатысады. Футболменен шұғылданады бос уақыттарында жастар. Сосын әр сенбі сайын ауыл жастарының арасында ұлттық ойындарымыз көкпар ойыны ойнатылады. Сөзіме дәлел, клуб үйіне апарайын. Қазіргі сәтте оқушылар үйірме жұмыстарына қатысу үстінде. Соны тамашалап өтсеңіздер. Және де жастарға қандай мүмкіндіктер жасалып тұр? 2019 жылы жастар жылына орай бізде ұйымдастырылған мәдени көпшілік шаралардан бөлек ауыл әкімінің ұйымдастыруменен және тікелей қолдауменен ауыл жастарына 90 жылғы мен 2000 жылғы жастар аралығына 2 гектар тегін жер берілу жоспарланып отыр. Ол тегін 2 гектар жерді жастар егіп, содан алынған бақша өнімдерін сатып, одан түскен пайданы ауыл жастарына қажетті нәрселерге жұмсауды жоспарлап отырмыз. Біздер білеміз, жалпы Жайылма ауылдық округі десе, бірден қарбызбен танымал екендігін бірден біз есімізге түсіреміз. Сонымен қатар бізде жастарға қандай дүниелер жасалып жатыр қазір? Қандай жоспарлар бар? Сөзімнің дәлелі осы ауылдағы кәсіппен айналысып жатқан жастардың біріне сөз кезегін берсек. Мен осы ауыл әкімінің биылғы беріп жатқан мүмкіншілігін осы естіп отырмын жаңадан. Бұған дейін 2018 жылы құс шаруашылығымен айналысқан, оның ішінде үйрек шаруашылығы. Осы биыл Құдай қаласа ауыл әкімінің беріп жатқан мүмкіншілігін пайдаланып, бақша дақылдарымен және де үндік шаруашылығын өзімнің кәсіп ретінде дамытқым келеді. Бәрекелді, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. 2018 жылғы бағдарламасы бойынша жас проект жобасы аясында біздің ауылда 3 жоба грант иегері атанды. Сол жобалардың бірі қолөнер еңбектің қайнар көзі жобасымен сіздерді таныстыратын боламын. Құрметті достар, елбасымыздың осы халықтың әлеуетін көтерудегі сонымен қатар медициналық жағында қамтыған біз жақсы білеміз. Сонымен қатар дәл қазір енді біз сол бір нәрсенің куәгер ретінде Жайылма ауылындағы фельдшерлік қызмет көрсету орталығындағы 26 жастағы аға дәрігермен жолықпақшымыз. Қазіргі таңда 9 жылдық медицина факультетін бітіріп, Жайылма ауылдық емханасында
аға дәрігерлік қызмет атқарып жатырмын. Күндігіне маған 17-20 көлемінде адамдар келеді. Бұл жерде біздің мақсатымыз халықтың денсаулығын нығайту мақсатында және де салауатты өмір салтын қалыптастыру бағытында жұмыс істеп жатырмыз. Құрметті достар, біз дәл қазір спорт кешеніндеміз. Жайылма ауылдық округінде 90 жас тұрақты түрде спортпен айналысып келуде. Оның ішінде бокс және күрес үйірмелері. Зілзаладай қопаруға кірісуде вазари азалі деген ой алуда мазаны. Қара термен тазами батырдың бұл азаны. Жазадан қорғаның кеудеңдегі иман ол. Әзірлеулі сауытың тересінген киман ол. Майдан татамиде байқако утигариден. Ата батар берумен сардар туды әр үйден. Жамбасқап түр тисін екі жауырын. Шалып жық алып тұр білсін алаш ауылын. Мен Тұрлыбеков Тұржан, осы 195 мектеп гимназиясының ағылшын тілі пәні мұғалімі. Өзімнің білімімді шетелдерде дамытып, магистрлік деңгейге дейін көтере алдым. Сол алған сапалы білімімді оқушылармен бөлісу үстіндемін қазір. 2 жылдың көлемі болды. Жастар жылында осы оқушылардан күтер үмітіміз өте көп, және олардың үлкен белестерге жететініне мол сенім арта аламын. Бұл шаруа қожалық ең бірінші 2003 жылы ашылды. Өте шаруа қожалығы болып. Мен қазір 2014 жылдан бері осы шаруа қожалықты басқарып отырмын. 2015 жылы сыбаға бағдарламасы бойынша осы мемлекеттен 3,5 миллион кредит алып, осы сиырларды 18 бастан бастағанбыз. Қазір алды 110 басқа барды, төлі барын қосқанда. Және бір жағынан егін шаруашылығымен айналысамыз. Қарамағымызда 21 отбасы бар. Соларды жұмыспен қамтып отырмыз қазір. Алдағы уақытта міне биыл 2019 жылды жастар жылы деп жариялап жатыр ғой. Әдемі көмектер көрсетіліп жатыр жастарға, жас кәсіпкерлерге. Құдай қаласа осы шаруамыз шамалы алға қарай дөңгелетіп кетсек па дейміз. Жайылма ауылдық округінің тыныс-тіршілігі жалпы 2019 жастар жылына жасап жатқан іс-әрекеттері осылай екен. Сонымен Жастар Лайф келесі жоба санында кездескенше, хош, сау болыңыздар.